Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен Динара. Сіздерге дәмді және тез дайындалатын палау рецептісін ұсынамын. Ол үшін керек ингредиенттер ол тауықтың көз еті, пияз және сәбіз. Қазанға сұйық май қойып, майды қыстырып аламыз. Қызып тұрған майға тауықтың туралған төс етін саламыз. Етті араластырып, тұз саламыз. Еттің суы тартылған кезде пияз саламыз. Пиязды қызарғанша қуырамыз. Енді сәбіз салсақ болады. Сәбіз әбден қуырылғанда су құямыз. Су қайнаған кезде тұздың дәмін көріп алыңыз. Тұз аз болып жатса, өз қалауыңызша мөлшерде саласыздар. Баяу отта 10-15 минут қайнатып аламыз. Палауға ерекше дәм беру үшін осындай сарымсақты майда турап қостым. Осындай кезде күрішті де сала берсе болады. Суымыз қайнаған кезде баяу отта пісіретін боламыз 20-30 минут. Мінекей дәмді және тез дайындалатын палауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып тіркеліңіздер.